Баршаңызға сәлем. Бүгін біз палаумен бірге қосып жейтін ачичук салатын дайындаймыз. Бұл салаттың ешқандай қиындығы жоқ. Бар болғаны 4 қызанақ пен 1 пияздың бар болса жеткілікті. Ең алдымен қызанағымызды тазалап аламыз да, оны өте жіңішке қылып тураймыз. Жіңішке тураған сайын ол дәмдірек болады. Палауды ачичукпен жеп үйреніп қалған адамдар, олар келесіде палауды ачичуксыз жей алмайды. Өйткені бұл салат өте дәмді салат. Бұл салаттың құрамына көк шөптерден кинза, укроп, көк пияз қоссаңыздар да болады, бірақ біздің үйдің балаларына ол ұнамағандықтан мен тек осылай жасаймын. 4 қызанақты да турап болдым. Міне біреуін көрсетейін сіздерге. Өте жіңішке қылып турадым. Енді туралған қызанақтарды таза ыдысымызға саламыз. Келесі пиязды тураймын. Пиязды тураған кезде тура қызанақ турағандай өте жіңішке қылып турағандарыңыз дұрыс. Пиязды кішкентай балалар көп жей бермейді, бірақ осы ачичукқа қосылған пиязды балалар қалай жеп қалғанын білмейді. Көріп отырғандарыңыздай видеодағыдай жіп-жіңішке пияздарды мен турап жатырмын. Қазір осы туралған пиязды қызанақтардың үстіне салып араластырамын. Мінекей видеодан көріп отырғандарыңыздай қызанақтың үстіне пиязды салдым. Оның үстіне 1 шай қасық тұз және де қалағанымша қара бұрыш пен қызыл бұрыштан да қостым. Қара бұрыш пен қызыл бұрышты да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұдан да көптеу қосуларыңызға болады. Біздің үйде балалар көп ұнатпағандықтан мен осындай аздап қостым. Енді жақсылап араласқан салатымды арнайы ыдысыма салып, стол үстіне ұсына беруіме болады. Мінекей жасаған салатым ачичук осындай. Бұл палаумен өте үйлесімді. Палаусыз ачичук мүмкін емес жеуге. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса, маған лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.